Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер бекіту. Балақай, өткен сабақтарда сен құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп үйрендің. Теңдеудің күрделірек түрін шешу үшін қосымша есептеулерді орындап, алдымен ықшамдап алу керек. Мысалы, жоғарыда міне күрделі теңдеу берілген. X көбейтілген 5 пен 6-ның көбейтіндісі тең 210. Бұл жерде бірінші ықшамдап аламыз. Ол үшін 5 пен 6-ны көбейтеміз, сонда X көбейтілген 30 тең 210 деген жай теңдеу пайда болады. Ал балақай, түсінікті болса, тапсырмаларға көшейік. Балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде құрылымы күрделі теңдеулер берілген. Қанекей теңдеулерді шеш. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші теңдеу 56 мен X-ің бөліндісі тең 10 мен 6-ның қосындысы бөлінген 2. Енді ықшамдаймыз. Бірінші 10 мен 6-ны қосып аламыз, сонда 56 бөлінген X тең 16 бөлінген 2 деген теңдеу пайда болды. Әрі қарай ықшамдаймыз, ол үшін 16-ны 2-ге бөлеміз, сонда 56 бөлінген X тең 4 болады. Енді X-ті табу үшін 56-ны 4-ке бөлеміз, сонда X-ті мәні 14-ке тең екен. Енді X-ің орнына 14-ті қойып тексереміз. Теңдеудің екі жағындағы өрнектердің мәні бір-біріне тең болып шықты. Яғни 14 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Келесі теңдеу. X азайтылған 340 пен 10-ның бөліндісі тең 12 мен 5-дің көбейтіндісі. Ықшамдаймыз. Ол үшін 340-ты 10-ға бөлеміз және 12-ні 5-ке көбейтеміз. Сонда X азайтылған 34 тең 60 деген жай теңдеу пайда болады. Енді бұл жерде X-ті табу үшін 60-ға 34-ті қосамыз, сонда X-ті мәні 94-ке тең екен. Енді X-ің орнына 94-ті қойып тексереміз. Теңдеудің екі жағындағы өрнектер бір-біріне тең болып шықты, яғни 94 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Енді келесі теңдеу. 484 пен 4-дің бөліндісі қосылған X тең 210. Бірінші ықшамдап аламыз, ол үшін 484-ті 4-ке бөлеміз, сонда 121 қосылған X тең 210 деген теңдеу пайда болады. Бұл жерде X-ті табу үшін 210-нан 121-ді азайтамыз, сонда X-ің мәні 89-ға тең екен. Енді X-ің орнына 89 қойып тексеріп көреміз. Сонда теңдеудің екі жақ бөлігі бір-біріне тең болып шықты, яғни 89 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде есеп берілген. Хорда 127 қатысушы бар. Бірнеше қатысушыға костюм тігілгеннен кейін тігілмеген 42 костюм қалды. Неше костюм тігілді? Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің сызбасы былай болады. Барлығы 127 қатысушы, оның 42-сіне костюм тігілмеген, ал тігілгені белгісіз. Енді теңдеу құрайық. Сонда 127 азайтылған X тең 42 деген теңдеу құрамыз. Бұл жерде X-ті табу үшін 127-ден 42-ні азайтып тастаймыз. Сонда X-ің мәні 85-ке тең екен. Енді X-ің орнына 85-ті қойып тексереміз. Теңдеудің екі жағы бір-біріне тең болып шықты. Сондықтан есептің жауабы 85 костюм тігілді. Жарайсың. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Бұл жерде есеп берілген. Бір орам матадан 14 метр қиып алынғаннан кейін, онда 36 метр мата қалды. Орамда қанша метр мата болған? Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есепке теңдеу құрмас бұрын кесте құрайық. Болды X, қиды 14, қалды 36. Енді осы мәліметті пайдалана отырып теңдеу құрастырамыз. X азайтылған 14 тең 36. Әрі қарай шешеміз. X-ті табу үшін 36-ға 14-ті қосамыз, сонда X-ің мәні 50-ге тең екен. Енді X-ің орнына 50-ді қойып тексереміз. Теңдеудің екі жағы бір-біріне тең болып шықты, яғни 50 деп тұрған мәніміз дұрыс екен. Сонда есептің жауабы орамда 50 метр мата болған. Жарайсың.
Ал балақай сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп үйрендің, сонымен қатар есептерді теңдеу құру арқылы шығардың. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.